Саламатсыздар ма? Біздің Қыздарша подкаст көрермендеріне бүгін Раушан ханымды таныстырып қояйық. Раушан ханым, өзіңізді кішкене бір қысқаша таныстырып берсеңіз. Қайырлы күн баршаңызға. Есімім Амангелді Раушан Нұрланқызы. Қызылорда қаласында дүниеге келгенмін. Қазір 2018 жылдан бері ABC Plus ағылшын тілі орталығының негізін қалаушымын. Неге ағылшын тілі курсы? Неге бұл идея қалай келді сізге? Бұл идея бірнеше подкасттарда айтып өттім, бірақ сіздің көрермендеріңізге тағы да бір айтып өтейін. Менің ағылшын тілі маманы болуыма септігін тигізген ол өзімнің әжем. Әже өзі ағылшын тілі маманы болған. Кезінде білесіздер, француз тілі, неміс тілі алдыңғы қатарға шығып жатқан кезде менің әжем ағылшын тілін таңдаған екен сол кезде маман болуды. Мен ойлаймын, ол біздің несібемізге қарай солай болған шығар деп, себебі біз үш ағайындымыз, тәтем бар, інім бар, үшеуміз де қазіргі таңда ағылшын тілі мамандарымыз. Жалпы осы бизнесті бастағалы бері сізде бір қиындықтар болған шығар, иә? Любой кәсіпте болады, иә? Кез келген кәсіпте болатын нәрсе. Сол қиындықтарды, қандай қиындықтар есіңізде қалды және оларды қалай жеңдіңіз? Негізі бұл ағылшынды бастаған кезде ғана емес, оған дейін де менде қиындықтар болды. Мен бұған дейін ағылшын тілі орталығында жұмыс жасағанмын. Мен бірінші мамандығым аударма ісі мамандығы. Мұғалім болмаймын деп менің анам мені қанша көндірген, Раушан мұғалімдікке түс. Негізі әйел адамға ең жарасымды, ең модадан қалмайтын дегенде, трендта болатын мамандықтардың бірі ол мұғалім. Мен соны көрем деген кезде мен анаммен келіспей аударма ісіне түскен болатынмын. Аударма ісін бітірдім, оқыдым 4 жыл, бітіргеннен кейін еш жерден жұмыс таппадым. Бізде өзі жұмыс істегім келетін жер Петр Казахстан компаниясы болатын. Сол жаққа бірнеше резюме апардым, бірақ охранадан аспайтын ол резюмем менің. Тоқсан резюмен арасында қалып қояды. Бір 5-ші рет барғанда мен айттым, аға, өтініш, мен кадрға кіріп, өзімді таныстырып, өзімді көрсетіп шығайыншы, мені жұмысқа алады сол кезде деп. Ол кісі жоқ, болмайды, ешқандай қазір вакансия да жоқ бізде деп, мені шығарып салған. Ол қағаз қайда барғанын әрі қарата білмеймін. Бірақ сол маған үлкен мүмкіндіктерді берді деп ойлаймын, себебі белгілі бір жағдайлармен мен магистратураға түстім, мұғалімдікке түстім, бірақ магистратураға. Одан сол жақта мен бір құрбыммен танысып, ол сол орталықта жұмыс жасайтын, бізге қазір мамандар керек болып жатыр, аударма ісі болса да, ағылшын деңгейің жақсы болса, сені жұмысқа алады деді. Сөйтіп бардым, ол кісілер мені жұмысқа алды. Алғанда да қызық жағдай болды. Ол кісілер резюмемді алып қалды да, хабарласамыз деп. Ал мен күтуге уже шамам болған жоқ, 2-ші рет бардым. Енді бір наглості шығар, жұмысқа бардым да, сіздер мені шақырмайсыздар ма деп ұрсам ғой директоріне. Мен күтіп жүретін уақытым жоқ, сіздер егер шақырмайтын болсаңыздар, мен онда басқа орталықтарға бара берейін деп. Сонымен ол кісі ойбай болды, жұмысқа бүгіннен бастап кірісіңіз деп жұмысқа кіргізді. Бір топ болды менде, начинающий топ, beginner деген топ, енді ол взрослойлау, енді 12 жастағы оқушылар экзаменді тапсырады. Мен өзімді идеальный мұғалім деп ойлап жүрмін, керемет сабақ беріп жатырмын деп ойлап жүрмін. Бірақ экзаменнен 2 алып шығады, 4-еуден 2 алып шығады. Менде қатты күйзелістің бірі сол кезде болды. Неге, қалай, мен деген ағылшынды керемет білем деп ойлап жүрсем, сонда мен не үйреттім бұларға деген. Сол кезде маған бірінші ой келеді, ағылшынды білу ол бөлек нәрсе, балаға соны жеткізе білу ол бөлек нәрсе екен. Ол 2 түрлі нәрсе екен. Мен соны сол жерде түсініп, үлкен сабақ алдым. Содан бастап ана балаларды мен 1 ай тегін оқыттым. Бір айдан кейін қайтадан экзамен алыңыз деп, сол жердің оқу орталығының требованиясы солай тұрған, егер оқушылардың 2 алса, сен бесплатно жұмыс жасайсың, пока бала 4-ке 5-ке тапсырғанша. Сонымен 1 ай бойы дайындап, барлық мұғалімдердің сабағына қатысып, экзаменді қалай алады, қандай сұрақтар қояды, соның бәрін зерттеп, 1 айдан кейін оқушыларым 5 алып шықты. Ол менің ең бірінші күйзелісім сол болды. Ең күйзеліс деп айтпай ақ қояйық. Ең бірінші жеңіс, ең бірінші. Бұл мен негізі күйзеліс, стресс, депрессия деген сөздерді ұнатпаймын. Негізі ол сөз өзіңізге байланысты да, мен оны сабақ ретінде қабылдай алдым. Ол үлкен керемет өмірімдегі сабақ болды, оның мен шешімін таба алдым да. Одан кейін ол сабаққа қайта оралған жоқпын. Одан кейін екінші болған сабақ менің өмірімде ол лагерь жайында идея болды менде. Лагерь жайында идея келген кезде мен бірден Лондонға баруды шешем болды. Мен өзім мына жерде тұрмын да. Мен мына жерде тұрған Лондонға баруды бірден мен баспалдақтар
баспалдақсыз секіргім келді ғой. Английский болғасын, Лондонда болу керек. Менде ағылшын болғандықтан ассоциация Big Ben мен Лондон Аймен болады ғой, мен өзім логотиптерімде сертификаттың барлығында да сол тұр да. И бұл мен осы жаққа баруым керек деген сондай мақсат қоямын. Бірақ мен хотя сол кезде мен түсінетінмін, бұл мақсатқа мен жетуге бірнеше этаптан өту керек екенімді білсем де, а может повезет деген нәрсе болды да ішімде. И сөйтіп Лондонға виза тапсырамын, 10 бала спокойно жиналады менде. Сөйтіп балалармен барамыз, Алматыға қыдырып, визаны тапсырамыз. 10 күннен кейін визаның ответі шығады. 10 балаға одобрение, сізге ғана отказ. Бұл деген менің өмірімде білмеймін, қатты қиналдым, жыладым. Сонымен экстренно, может, срочно қылып қайтадан тапсырайық дейді. Может, бір ошибка кетіп қалып бір жерлерден дейді. Сонымен қайтадан мен жүгіріп, 5 күнде жауабы шығатын тапсырамын, срочно қылып қайтадан визаға. Бірақ өкінішке орай қайтадан отказ шығады менде. Ал балаларды себебі жазылмайды, айтылмайды. Именно Англияда ақшқа алатын визалар өте қиын. Тем более менде Шенген виза бар деп ойлаймын. Польшада оқығанмын, Европаның бәрін сол кезде мен аралап көргенмін. Ойлаймын ғой, мен визам бар уже Шенген, значит, маған 100% шығады деп тапсырғанмын негізі. Сөйтіп, еще 10 баланы визасын менімен привязать етіп тастаған. Егер мен бармасам, ол 10 бала автоматически бармайды. Хотя олар одобрение болып тұрса да. Ата-аналардың алдында да, оқушыларының алдында да мен өзімді жаман кінәлі сезініп, өйткені ол ақша безвозвратный ғой еще. Сондай бір қатты күйзелісте болдым, бірақ ата-аналарым барлығы түсінікпен қарады, оқушыларым да түсінікпен қарады деп ойлаймын. Енді қазіргі таңда ол кісілермен мен әлі де араласам, сәлемімізді түзеу. Сол сабақ маған өте көп нәрсені үйретті. Сол кезде қатты қиналып жатқан кезде анамның ақылы, қызым, Алла сені бір жақсылық, бір жамандықтан құтқарып тұр қазір деді. Мүмкін сен ол жаққа барсаң, сенің жасыңда бір жағдайлар болып қалады, может оқушыларға бір нәрсе болып қалады, сен оған дайын болмай тұрсың ғой, балам, сен дұрыс қабылда оны деген сөзі маған күш жігер берді. Сөйтіп маған айтты, 3 жылға дейін можете не подавать на визу, потому что сізде по-любому отказ шығады деді. Содан кейін мен 3 жылға дейін лагерь туралы мүлде ешқандай идея болған жоқ. Бірақ бір күні ойлаймын ғой, Рошан, жаз айларында негізі бізде уақыт көптеу болады бос. Өзі әр сферада, әр бизнеста бір уақыттар болады, мертвый сезон деген. И сол жаз айы бізде шамалы сол кезде оқушы аз болатын кез болды. И мен энергиям тасыватады, бір нәрсемен айналысуым керек, мен осы кезде пайдалы болатындай, балаларға, оқушыларыма мотивация болатындай бір нәрсе жасауым керек деп қайтадан маған лагерь идеясы келеді. Бірақ бұл жолы мен айтамын, Рошан, бірінші Қазақстаннан баста деймін өзіме. Бірінші сен осы Қазақстанда да баратын жерлер көп, языковой лагерьлер көп, сен жай ғана ізден. Сонымен мен ізденіп бастаймын. Керемет Lingua Camp деген лагерь маған қатты ұнайды. Ол жақтында егесі жас маман, жас Анеля деген қыз. Сол кісімен біз сөйлесеміз, ақылдасамыз, сөйтіп екеуміз келісімшартқа отырамыз. Бірінші барған поездкамызда бізде 18 бала жиналды. Екінші поездкада бізде 50 адам болды. Енді осы жылы тағы да бізде қазір оқушылар жиналып жатыр. Қанша сан болатыны, оны кейінірек айта жатармын. Керемет. Енді осы оқу орталықта жұмыс жасаған кезде сіздерде бірнеше мұғалімдер бар қазір, неше адам бар қарамағыңызда? Дәл қазір бізде 12 адам ұжымда, ал бірақ бұған дейін жұмыс істеп кеткен мамандар өте көп. Және тағы бір айтып өтетін нәрсе, бұл мақтанған емес, бұл біздің жұмысымыздың адалдығы деп ойлаймын. Бірде-бір рет бізде увольнение болып, ұрыс-керіспен шыққан маман болған емес, олардың барлығы ростқа кетті. Кем дегенде декрет тек қана. Декретке кету, оның өзі керемет нәрсе ғой, декретке кету. Декреттен шығып, қайттан келіп жатқан мамандар да бар. Және де Астанадан өзінің школасын ашқан мұғалімдер бар. Алматыға көшіп кеткен, шетелге көшіп кеткен мамандар бар. Ол кісілердің барлығымен мен керемет қарым-қатынастамын. Әлі күнге дейін кеше барлығы 8 жылдық отчетта керемет тілектерін білдіріп жатыр. Мен ол кісілердің өздерінің видеоларын даже көрсеткім келген, бірақ бізде регламент болды, 1 сағат деген, сондықтан оны сидіре алмайтын болғандықтан ол кісілер тек тілектерін ғана білдіріп, лебіздерін ғана жазып жүрді маған. Әлі күнге дейін мысалы Флайерстанға жұмысқа тұрып кеткен мамандарым бар, онлайн школасын ашқан мамандар бар. Мен олар үшін мақтан тұтамын. Сондай мамандар бізден стартапты бастап, қазіргі таңда өз бизнестерін дөңгелетіп отырғандар. Керемет.
өткенде бизнес кездесуде мен көрдім, атмосфера сезіледі сіздерде қандай екені, бір бірімен емін еркін, барлығы бір команда сезіледі. Сол команда құру барысында сіз сол мамандарды қалай қабылдайсыз жұмысқа? Мен айттым ғой, осыған дейін оқу орталықта жұмыс жасадым деп, сол жақта керемет Эйнштейн деген негізі бизнесті жүргізу, сол жөнінде кадр, жұмысқа мамандарды алу жайында мен сабақтар өткен болатынмын. Мен ол үшін ол орталыққа мың алғысымды білдіремін. Ол кезде ол кісілер менің потенциалымды байқады, руководитель департамента қойып қойды, именно кадр жағынан. Мен мамандарды сол кезде жұмысқа қабылдайтын, HR жағынан қабылдады. Сол жақтан мен аз уақыт болса да, мен опыт болды маған. Сол жерде мен, мысалы, қазір мен алдыма маман келеді, маманмен мен сөйлескен кезде оның бүкіл қыр-сырын анықтауға тырысамын. Біріншіден, қандай маман, деңгейі қандай, екіншіден, ол баламен жұмыс істей алатын адам ба, өз білгенін үйрете алатын адам ба, ата-анамен контакты құра алатын адам ба, ата-ана, мысалы, собеседование келген кезде, центрға келген, мысалы, собеседование болып жатқан кезде ата-ана білу керек, бұл сенімді орта ма, бұл жерге баламды берсем нәтиже болады ма деген оймен келеді ғой. Соны бірінші мұғалім бірінші собеседование өткізген адамнан ақ қадам басталу керек. Сол жерден уже көрінеді. Мысалға, мына жерге келген кезде де обслуживание қандай, тамағын дәмін көрмей-ақ бірінші сервистен ақ білуге болады ғой. Дәл сондай нәрсе біздің орталықта да, любой сферада ғой, любой бизнесте сондай. Сол себепті соның барлығына менің өзімнің ойымдағы стандарттарыма сай келетін адам ба, оны 10-15 минуттың ішінде анықтауға болады. Егер маманның біліктілігі төмен болса, мен честно айтамын, сіздің өзіңіздің бірінші біліктілігіңізді дамытып алу керек. Өзіңіз мынандай курсқа оқып, дамып алсаңыз, кейін мен сізді жұмысқа аламын, осындай деңгейге жеткен кезіңізде деп. Шынайы отзывтарды, шынайылық қой, негізі, всегда важный нәрсе. Ол маманға мен болды жоқ рахмет деп қоя салмаймын. Ол адамның өсуіне көмегімді тигізгім келеді. Сізге мынандай нәрсені дамыту керек, мынандай нәрсеңізді кішкене дамытыңыз, әлі де мынандай навык сізге жетпей тұр. Осындай навыктарыңызды толтырған кезде келсеңіз, мен сізді жұмысқа аламын деп айтамын. Керемет. Енді осы командаңызды қазір күшейту барысында қандай жұмыстар жасайсыздар? Алдағы уақытта, енді маған кеше ата-аналарымнан ұсыныс жатыр. Кешегі біздің ашық есік күні негізі основном акцент кәсіпкер әйелдерге жасалған болатын. Өз бизнестерін ашуға көмек, ақыл кеңес беру, может, идея алмасу, сондай барыста жасалынды. Енді менің ата-аналарым жатыр. Тек қана ата-аналарға арналған ашық есік күнін ұйымдастырсаңыз, өз мамандарыңызбен таныстырып, қандай жетістіктерге жетіп жатыр, оқушылардың жетістіктері қандай деген. Алдағы уақытта біріншіден соны мақсат ретінде қойып тұрмын. Оны жақын арада жасаймын деп жоспарланып тұр. Кейін мамандардың барлығын IELTS деңгейіне жеткізіп, IELTS тапсырып шыққан мамандар ғана жұмыс істегенін қалаймын болашақта. Соны қолға алу барысындамын. Мамандарымды шетелге барып, білімдерін жетілдіріп келгенін қалаймын. Сол да менің жоспарымда. Шетел демекші, шетел туралы бір қысқаша айтып жүрсеңіз. Шетел жайында өзім, мен Қорқыт Ата атындағы университетке түстім. Ол жаққа мен әлі күнге дейін ол кісілермен мен қазір жұмыс жасайып жатырмыз. Жұмыс беруші маман ретіндемін. Мен ол жерде қазір студент болып жұмысқа түстім. Одан мен магистрант болдым ол жақта. 1 емес 2 диплом алдым. Педагогика мамандарының магистрі атағын алдым осы жақтан. Бірақ мен түсінгенім, басында мен ойлайтын, Қызылордаға түспеймін, Астанаға түсем, Алматыға түсем, бірақ адам білімді болса, қай жақта да болса да, ол білімділік көрінеді екен. Осы жақтан мен академиялық ұтқырлық деген бағдарлама бірінші рет келді Қорқыт Ата университетіне. Сол ең бірінші 10-дықтың арасында жеңіп алған егер болдым, грант егер атандым. Барлығы тегін болды, жату, проживание, тамағымызға дейін, оқуымыз бәрі тегін жасалынды, авиабилет бәрі алып берілді. Мен ол жақта академиялық ұтқырлық бағдарламасы, бұл обмен опыты негізі, обмен студентов деген бағдарлама. Мен Европаның білім саласы қандай екенін сол жерден опыт жинап келдім, шынымды айтсам. Өзім қазір мен сол нәрсені өзімнің центрымда қолданып келе жатырмын. Қанша уақытқа барасыз? Бұл жақта негізі 1 семестрға беріледі грант, бірақ өзіңді көрсете білсең, сен сол жақты бітіріп шыға аласың. Бірақ сол барған кезде мен тұрмыс құрған болатынмын. Менің жан-жарыма мың алғыс айтамын, сол кезде ата-енеме алғыс айтамын. Менің ішімдегі энтузиазмды көріп, потенциалымды көріп, сенің тұрмыс құрғаның
ол саған бармайсың деген сөз емес, бар, оқы, көр, дамы деп мені ол кісілер оқуға жіберді. Мен сол жақта оқыдым, және мен ол кезде жүкті тұғынмын. И жүкті болған себептен мен ол жақта қалғым келді, қатты қалғым келді. Бірақ мен 7 ай болдым уже бірінші семестрді бітірген кезде, сонымен қайтып оралуыма тура келді. Бірақ мен еш нәрседен де ұтылған жоқпын. Мен төртінші курста диплом, көк диплом алдым да. И мені танитын адамдар, сіз көк диплом аласыз, Раушан, сізде қызыл диплом емес па деп таңғалған. Мен айтамын, менің қызыл дипломым, ол менің отбасым және балам қазіргі. Ал мына көк диплом ол бәрібір маған қандай. Раушан ханым, жаңа сіз айтып жатсыз ғой, IELTS деңгейі деп, иә? Оны алуға не себеп болды сізге? Оған себеп өте көп. Егер сіз ағылшын маманы болсаңыз, IELTS бұл сіздің деңгейіңізді көрсететін бірден бір құжат қой. Негізі басқа ешнәрсе оқымасаңыз болады, сіздің IELTS-іңіз болса болды, это ваш результат, это ваш показатель. Өйткені бұл IELTS сертификатын сіз еш жерден жасатып ала алмайсыз, еш жерден оны сатып ала алмайсыз. Бұл сіздің деңгейіңізді көрсететін ең керемет құжат. Неге IELTS алған мамандарды жұмысқа алуға асық болады? Неге IELTS алған адамдар больше всех зарабатывает? Өйткені бұл сіздің деңгейіңізді көрсететін нәрсе. Оны сіз никогда бір жақтан жасатып, ақша беріп істете салам деген нәрсе. Таза еңбекпен келетін нәрсе. Бұл менде қазір көрсеткіш 8, бірақ бұл менің 3-ші рет тапсыруымда болып тұрған нәрсе. Бірінші мен университет, жоқ, мектеп оқып жүрген кезде тапсырған кезде менің балым 6 болатын. Одан кейін университет барысында тапсырып жүрген кезде менің деңгейім 7 болды. Ал қазір мен жұмыс саласында келіп, жұмыс жасау барысында мен қазір 8 бал алдым. Керемет. Біз IELTS-тың пробный тестін мен өзім Шотландияға тағылымдамаға барғанмын. Вообще керемет. Мен сізді вообще әлі танымай кеткенмін ғой. Бұндай қырларыңызды білмейтінмін. Сол кезде бізге Қарабалаев Ерлан деген кісі бізде Абланода зам болды ше. И сол кісі тоже Лондонда оқып келген өзі. И солай айтты, баратын адамдар давайте тапсырып көрсін деп ше. И сол арқылы бізді өткізді да. И сол тестте көргенім ол былайынша ағылшынды білген адамға тапсыра салатын тест емес. Ол жерде сөздердің басқа аналогтарын көрсетеді. Оған логика керек екен. Даже сіздің сөйлегеніңізден бірден білетін білікті маман сіздің деңгейіңізді анықтап отырады. Өйткені, мысалы, жақсы деген сөзді бірнеше қазақшаның өзінде бірнеше сөзден ұғуға болады. Жақсы, керемет, тамаша, таңырқап қалдым деген сияқты. Ағылшын тілінде мысалы таңырқап қалдым деп айтса, сізге қазақша біреу, мына кісінің сөздік қоры жақсы екен деп ойлайсыз, иә? Көркем сөздерді қолданып жатса, кітапты көп оқиды екен деп айтасыз. Дәл сол сияқты ағылшын тілінде де ол дұрыс сөзді таңдай білу керек. Негізі өзінің фишкалары бар. IELTS-тың сол фишкаларды білсеңіз, жақсы өтіп кетесіз негізі. Оны үйрену керек. Иә, оны үйрену керек. Сол жаққа барғаннан кейін де бізден сондай тест алды, сосын собеседование болды. Ол жерде уже диалог, таза носитель языка. Ауыз екі сөйлесуіңізді тексереді. Speaking деп айтылады енді ол ағылшын тілінде. Сол жерде сіздің еркін түсінесіз ба, сіз беседаны жасай аласыз ба, сіз оқуға тапсырып жатсаңыз, ол өте маңызды. Оқуда сізде жай общение болмайды, сізде уже академиялық сөздер болады. Не үшін ол бөлінеді? IELTS академиялық және жалпы деп бөлінеді. Жалпы деген ол сіз егер жұмыс істеуге барсаңыз, ағылшын саласына емес, просто жұмыс жасауға баратын болсаңыз, сізге general жарауы мүмкін, өмір сүруге бара жатсыз мысалға, ал егер сіз прям жақсы мамандыққа жұмысқа бара жатсаңыз, сізге академиялық керек, оқуға академиялық керек. Академиялық себебі сіз лекторларды тыңдайсыз ол жақта, сіз жоғары деңгейдегі мамандарды тыңдайсыз сол жерде, сол диалогтарды сіз түсіну керексіз, олардың беріп жатқан сабағын түсіну керексіз. Және сол сертификат сіздің түсіне алатыныңызға 100%-ық сенім ғой енді университетке де. Күшті, прям енді IELTS 8 дегесін ойбай деп жатыр. Сіз өзіңіз неше алдыңыз сол кезде? Бізде енді ол жерде айтты. Сіз енді маман емессіз. Біз енді информатиканың мұғалімімін, мен ол кезде ПЦК болып жұмыс жасаймын. Ол кезде бізге айтты 3,5-нан асу керек деп. Ну енді асқан шығармыз деп ойлаймын. Енді 3,5 50 шақты адам тапсырдық, соның ішінен 13-14 адам ғана өтті. Понятно. Вообще, ол да оның өзі жақсы показатель. Значит, сіздердің уровендеріңіз elementary болса жеткілікті болған. Elementary деген ол ағылшынның екінші деңгейі. Beginner, elementary бірінші, екінші деңгейдің балы 3,5 деген балдар негізі. Оның өзі керемет жетістік ол сферада жүрмеген адам үшін. Иә, сол 1-2 ай оқып келгеніміз өзімізде колледжде ойбай, сен ағылшынша білесің ғой. Иә, шетелге саяхатқа барсаңыз, сіз өзіңіздің наныңызды сұрай аласыз, жолды сұрай аласыз. Иә, мен түсінгенім, грамматика біз өмір бақи
мысалы мен мектепте де университетте 5 оқыдым ағылшын тілін. И мен ойлаймын ғой, ол ағылшынның бәрі бекерге мына жерде деп ше, жол сұрай алмай ол қалдым бекерге ғой. емес. Негізі осы жөнінде айтып өткім келеді. Көп ата-аналар былай айтады: Рошна апай, бізге жоқ, спикинг керек дейді, спикинг сөйлей алса болды менің балам дейді да. Мен ол ата-аналарға айтамын, ондай нәрсе жоқ. Мысалы жазу, грамматика, оқу дегенге мән бермей ақ қойыңызшы, тек қана ауызекі сөйлеуді үйренсе болды. Олай жасалынбайды. Мысалы сіз қазақша сөйлеп кетіп жатырмыз ғой енді қазақша, иә. Өйткені бізде аудитория бар да, жан жағымызда. Біз естігіміз келмесе де естиміз. Телевизорды орысша да, мысалы біз неге спокойно орысшада үйреніп кеткенбіз? Өйткені телевизорда бізде в основном орысша көп, бағдарламалар беріледі, ортамызда орысша сөйлейтін адамдар көп. Біз естиміз постоянно. Бізге грамматиканы ол жерде оқудың қажеті жоқ. Оқылымды да оқи беруге де қажет жоқ. Но, конечно, сіз оқысаңыз, сіз көркем сөзбен сөйлей бастайсыз, ол сіздің біліктілігіңізді дамыта береді. Но ағылшын тілін неге біз өйтіп үйрене алмаймыз? Себебі бізде телевизордан постоянно ағылшынша нәрселер берілмейді. Сіз үйіңізде балаңызбен ағылшынша сөйлесе алмайсыз. Я, әрине, егер сіздің қасыңызда бір америкалық шетелдік адам тұрса, сіздің балаңыз оңай грамматиканы үйренбей-ақ, оқымай-ақ, ол үйреніп кетеді, ол әшейін естіп-ақ үйреніп кетеді. Ал мына жерде сізде ешқандай аудитория жоқ, ағылшынша практиковать ететін, телевизорда ешқандай бағдарлама беріліп жатқан жоқ, ол бала ағылшынша тыңдамайды, ол ағылшынша кітапты оқымаса, обязательно сіз осы 4 дағдыны дамытпасаңыз, ол ағылшыныңыз, ауызекі сөйлеуіңіз дамымайды. Төртеуі бірге жүру керек. Төртеуі ол бірге жүреді. Ол оқылым, ол жазылым, ол грамматика, и ол тыңдалым. Тыңдалым ол міндетті түрде. Көп жағдайда оқушылар тыңдалымнан қиналып жатады, біреусі оқылымнан қиналып жатады. Ол нормальный нәрсе. Оны сіз дамыта аласыз. Сіз өмірде барлық нәрседен идеальный емессіз. Ол өмір сияқты ғой. Өмірде, мысалы, әйелдер бар, тамақты күшті істейді, кухняны күшті, прям ас ол жақтан. Ал бір әйелдер бар, ол кәсіпті жақсы істейді, бірақ кухнядан вообще хабары жоқ. И это нормально, оны просто қабылдай білу керек. Это все можно делегировать. Сен үйдің тіршілігін жасай алмайсың ба, сен мамандарын әкеліп жасат. Сен просто үйіңдегілерді түсіндіріп айт, оны көріп тұрған адам болса да, сізге ол үшін претензия айтпайды деп ойлаймын. Менің күйеуім айтатын: Жан, сен күшті ақша тапсаң болды, сен мен үшін 5 аспассың деп ше. Поэтому сол сөз маған ұран болатын әрдайым. Мен ол үшін күйеуіме 1000 алғысымды айтамын. Мен керемет тамақ істеймін деп айта алмаймын. Мен керемет үйдің уборкасын істеймін. Мен идеально балалар үшін киімдерін өтектеп сабаққа жүретін адамдардың бірі емеспін. Но мен өз ісімді жақсы көремін. Мен өз ісімнің мықты маманымын деп айта аламын өзімді. Керемет. Енді мына оқып жатқан оқушыларыңыз көп шығар, иә? Қазіргі таңда біздің орталығымызды 3271 оқушы аяқтады. Оның 2,5 мыңнан астамы сертификаттарын алды. Керемет. Сол оқушыларға, мысалға, оқып жатқан кезде енді ағылшын қиындай бастаған сайын, деңгейі қиындаған сайын мотивациясы түседі шығар, иә? Иә, әрине. Қалай бересіздер сол мотивацияны? Қараңыз, мынандай жағдай болады. Бала 6 жастан келеді, тоқтамай ол 9 жасқа дейін оқиды. Тоқтамайды 3 жыл. Бірақ обязательно бір кезең болады, балада шаршап кетеді ол уже. Ол уже қарағысы келмей кетеді, уже естігісі келмейді, ол уже бір-бірімізден уже надай болып кететін кездер болады. И мен ондай кезде айтамын, мамасы уже звондатады: Рошна апай, мен білмеймін, мотивация түсіп кетті, вроде бәрі жақсы, сізді жақсы көреді, бірақ сабақты оқысы келмей қалды. Мен ата-аналарға түсіндіремін, ол нормально. Давайте қазір баланың фокусын, бала неге қызығып тұр, соған бұрайық. Кішкене уақыт перерыв керек балаға, демалу керек. Ол 1 ай болуы мүмкін, ол 2 ай болуы мүмкін, ол даже 1 жыл болуы мүмкін. Бірақ бала өзінің шабыты келген кезде сол кезде алып келіңіздер. Кейбір жағдайларда ата-аналар қинап оқытып жатады, барсын, оқысын. Ол керек оған болашағына. Оны ата-ана оны түсініп тұр, бірақ оны балаға ол осознание келген жоқ, бірақ әлі. Мен ондай кезде айтамын ата-анаға: сіз қазір ақшаңызды зая құртып жатырсыз. Ешқандай нәтиже болып жатқан жоқ. Бала сіздің көңіліңізге қарап келіп кетіп жүр. Мен оны любой ата-ана, уже мұғалім, если маман мықты болса, ол түсінеді. И ол кезде ата-анаға честно айту керек. Ол өйткені ол сізге де минус, сіз ешқандай результатты шығарамайсыз ана баладан. Энергия слив болады. И ата-ананың алдында да ертең сіз не үйреттің деген кезде не көрсетесіз? Өйткені балада ешқандай желание жоқ, ешқандай қызығушылық жоқ сабаққа. И лучше сол кезде мен мұғалімдеріне де айтамын: баланың шабыты болмай жатыр ма? Шабытын ашып көріңіз. Егер ол көмектеспей жатса, онда ата-анамен сөйлесіңіз. Ата-анаға айтыңыз: бала қазір мынандай нәрсе, или мен өзім оқушыдан сұраймын: неге қызығып жүрсіз қазір деп.
ол айтады, апай маған вот робототехника қызық, мен математикаға шабытым ашылып жатыр. И ата анаға желательно айтамын, вот балаңыз осындай нәрсеге қызығып жүр екен, лучше давайте осы нәрсені қазір дамытыңыз, кейін балаңыздың өзі шабыты келген кезде қайтадан ағылшынға алып келерсіз деп. Ондай жағдайлар өте көп. Бала 1 жылдан кейін келіп жатады, 2 жылдан кейін. Кейбір кезде менің центрім ашылған кездегі ата аналарым қазір 7 жылдан кейін даже келіп тұрған ата аналар бар. И мен өте қатты қуанамын. Себебі 7 жыл бойы ол кісінің, мен есімдемін әлі, осы центрда база құрылған, осы жерден жақсы нәтиже шыққан деп, ол кісі әлі де менің клиентім болып жүргеніне. Бір үйден бірнеше бала, иә? Иә, әрине, бірнеше бала болса, бізде скидкалар қарастырылған, көп балалы ата-аналарға скидкалар қарастырылған, ерекше балаларға бізде ерекше балаларға негізі біз индивидуальный сабақтарды береміз, және оларға жақсы жеңілдіктер жасалынады бізде. Ол балалар қалай оқиды? Ол балаларда нәтиже бар, әрине, бірақ нәтиже қарапайым баладағыдай болмайды, әдеттегідей баладай. Процесс немножко долгий болады, но прогресс болады міндетті түрде. Бірақ біз балаларды жеке оқытамыз. Кей жағдайларда болып жатады, топпен оқыта аламыз ол балаларды. Бірақ балаға көп көңіл бөлу керек қой енді. Ол ерекше бала болсын, аты да айтып тұр, ерекше көңіл бөліну керек. Ерекше мотивация беру керек ол балаға, ерекше ойындарды ойнатуымыз керек біз ол балалармен. Сол баланың деңгейіне түсу керек, сол баланың қабілетіне сай сабақты беру керексің, ал басқа балалар оны күтіп отыра алмайды. Сондықтан желательно біз индивидуальный сабақтарды береміз. Бірақ кей жағдайларда спикинг клабтарда біз қосамыз ортада бала болу керек. Ол баланы басқа балаларды көріп сезіну керек. Бұл қауымға баланы үйрету керек қой. Кәдімгі балалар да ол балаларды қабылдап үйрену керек. Ол балалар да өздерін сенімді сезіне білу керек, еркін сезіну керек сол ортада. Ал жалпы үлкен адамдар көп па оқитын сіздерде? Үлкен адамдар да көп. Бұрын мен көп алатынмын топтық. Қазір біз тек қана жеке оқытамыз ересек адамдарды. Себебі бұрын топпен мен оқытатынмын, бірақ энергослив деген кетеді. Себебі менің бүгін қонағым бар еді, мен бүгін Құдайға баруым керекпін, мен бүгін балаға тастайтын адам болмай тұр, мен бүгін жұмыстан шаршап келдім, мен жиналысым бар. Осындай сылтаулармен, мысалы топқа 6 адам жинаймыз, 2 адам отырады бір күні 3 адам отырады, біреу ұйықтап отырады, шаршап отырады, ол еще жағдайын айтады да, и сен оған оқысай, не қылсын деп айтамын. Оның положениесін түсінгендіктен мен кейбір кезде ойлаймын, неге келді шаршап тұрса деп. Енді менің көңілімді қимаған шығар, ақшам зая кетіп жатыр деп келген шығар, бірақ нәтиже шығара алмаған соң екеумізде де минус болады да ол жерде. Сонымен бір теманы 10 рет қайталау керек болады. Оны постоянно келіп жүрген адамға обал ол теманы ол жаттап алады да, түсінде даже көріп жатады. Оның қызығушылығы азайып кетеді. Ол кісіде уже мотивация жоғалады. Сондықтан да мен қазір шешім қабылдадым, ересек адамдарды біз тек қана жеке оқытамыз. Және ересек адамдардың мотивациясы да төмен болады. Мен бірінші сұраймын, қандай мақсатта сіз келіп тұрсыз? Егер повышение болайын деп жатыр, менде айлығым көбейін деп жатыр, мен шетелге жіберейін деп жатыр десе, ол кісі оқиды, до конца барады. Ал жоқ, жай үшін, өзім үшін оқып жатырмын, немесе саяхатқа маған керек болып тұр десе, мен түсіндім, мен қазір бос уақытым бар десе, мен кішкене остерегаться етемін уже. Сосын бір максимум 1 айға барады-ау деп ойлаған адамдарым, шынымен де сол 1 ай, немесе кейбір кісілер уже 1 аптада-ақ шешім қабылдады. Мен үшін арналмаған екен, ақшамды қайтаруға болады ма деген әңгімелер шығады уже. Жалпы негізі үлкен кісі болсын, яғни ересек адам болсын, бала болсын, қандай мотивация бар ағылшын тілін барлығы үйренуде? Мотивация әрине өте көп. Біріншіден ағылшын тілі қазіргі әлемдегі әлемдік тілдердің бірі. Ол сізге көптеген мүмкіндіктерді ашады. Маған ағылшын керек емес дегеннің өзінде сіз любой адам саяхаттағысы келеді ғой. Любой адам шетелдік азаматты көрсе барып сөйлескісі келеді. Қазір бізде енді мамандардың барлығы дамып жатқан маман. Егер сен өскің келсе, бірінші идея қайда туындайды көбінесе? Ол шетелде, Америкадан шығады, ол Англиядан болсын. Енді Америка бізде енді алдыңғы қатарлы мемлекеттер ғой, енді мемлекет болғандықтан бірінші идея кез келген сол жақтан туындайды. Жаймінде бұл бізге келеді. Ладно, оны үйреніп алар ағылшынша білетін адамдар қазақшаға аударады, бірақ ол аударылған нәрсе оригинал емес бәрібір. Даже сіз кітап оқыған кезде, ол автор аударады ғой, әрине аударады, бірақ ол бірінші түпнұсқа идея шыққан адамның идеясын бере алмайды сізге.
оригиналды оқып тұрған кезде, сіз ол ұстап тұрған кезде, ол сезім ол мүлде басқа болады. Энергетикасы ол бөлек болады. Ал оны қазақшаға, орысшаға аударған адамның энергетикасы ол бөлек дүние. Менің ойымша шетелді бір көріп келген адам, ол міндетті түрде маған үйрену керек деген инсайт келеді. Ол менталитет, біздің менталитет басқаша ғой Қазақстанның. Бірақ шетелге бір шыққан адам неге ол саяхаттағысы келіп тұрады? Неге оның жүрегі уже сол нәрсені қажет етіп тұрады? Өйткені көп нәрселерді ұғына бастайды, көп нәрсені үйрене бастайды, сол мемлекеттің мәдениетін үйренеді, бізде жоқ нәрселерді көре бастайды, жаңа идеялар туындайды, бізде жоқ бизнестары дамытқысы келе бастайды адам. Поэтому мен ойлаймын, әр саяхат ол бір вузға түскендей деп ол бекер айтылмаған сөз. Бір кітап сияқты, бір кітап оқып шыққандай, енді вузды сіз 4 жыл оқисыз, мысалы медик мамандар олар 9 жыл, 11 жыл оқиды. И сіз алып келген дүниеңіз бір 5-6 күн болсын сіз шетелде болдыңыз, сіз әлі бүкіл нәрсесін раскрыть етіп үлгерген бе жоқсыз негізі. Сіз әшейін бір капляларын көрдіңіз да, но соның өзінде сіз қандай энергетикамен ораласыз. И енді вдохновленный болып келесіз ғой жаңа идеяларға. Ең бірінші инсайт ағылшын тілін үйрену керек екен. Бірінші инсайт, көп жағдайда байқаймын, мен барып келдім, ағылшын керек екен, ойбай, мен даже нанымды сұрап жей алмадым, мен кілтім, көп жағдайда кілттері қалып қояды, мысалы, отельде, неде, бөлмелерінде, соны түсіндіре алмай, айта алмай жатады. Немесе оған фен керек болады, утюг керек болады, оны қалай айтатынын білмей. Енді, конечно, жестпен түсіндіруге болады, но әрине адам ұқсап сөйлеп түсіндірген менде сол ең алғашқы барған күні утюг сұрайтын, тефаль, шайник сұрайтын. Сондай болған бір Жозефина деген қызбен. 2 апта уақыт керек дейді. Мен сондай кісілерге таң қаламын негізі. 2 апта, қанша уақытыңыз бар десе, 2 апта дейді. Мен басымда романнан смайлик сіздер үшін арналған деймін ғой. 2 апта, оған дейін не қылып жүрміз, қашан білдіңіз деп 2 жыл бұрын айтқан маған негізі деген сияқты тема ғой бұл сөз. Мен сізде қанша уақыт бар, неге 2 апта қалғанда? Енді біз миымды ашып құйып бер деген. Миымды ашта, маған миыма сен бүкіл ағылшыныңды құйып бер деп келеді. Енді оның өзінде де, конечно, нәтиже шығаруға болады. Болды, сізге ешқандай мүмкіндік жоқ деп айтпаймыз. Фразаларды хотя бы үйретіп береміз. Сізге көмек қажет па, маған көмек керек еді, жолда айтып жүре аласыз ба, мынау қаншадан, енді сувенир алады обычно көп жағдайда, немесе утюгті бере аласыз ба, маған шайник керек еді, маған шай керек еді деген сияқты элементарный фразаларды үйреніп шығуға болады. 2 аптада. Соны мен үйрене алмай кеткен екен. Ол ескермегенбіз ғой, біз документпен жүргенбіз, утюг сұрай алмай, утюгтің екенін білмейді екенмін деп келгем. Iron деп айтылады негізі. Ironing дегеніміз ол кезде Google переводчикпен қараймыз. Can you help me to do the ironing деп айтуға болады негізі утюгтегі. Iron дегенде негізі қаяқтан естідіңіз? Мысалы ойланыңызшы. Естіген жоқсыз ба? Iron Man. Ешқандай не бермейді. Iron Man деген естігеніңіз бар шығар. Ол железный человек. Железный, железо. Утюг неден жасалынады? Ирон это железо же, Iron негізі. Оқыл, ирон, элементтерден химияда, латиницада ирон. Ирон деп айтылады ғой. Негізі ағылшынша элемент бар сондай. Негізі iron деп айтылады. Және ол мен балаларға бүйтіп түсіндіремін мысалға. Ол сөзді жаттай алмай жатса, мен мысалы Iron Man-ді айтамын, железный человек, ол железо. Ассоциация жасау керек всегда, чтобы бала тез үйреніп алсын. Ал утюг неден жасалады? Ол темірден жасалады. Темір не істейді? Ол тез қызады. Сондықтан да ол сөзден шыққан түбі деген сияқты солай түсіндірсеңіз, бала тез қабылдап алады. И ол әр сөздің өзінің бір тарихы бар ғой. Ол әшейін мысалға ойланып шыққан сөз емес қой. Сонда балаларға қиын сөздерге келген кезде жаттауға сондай сияқты нәрселерді айтуға болады. Сосын менде тағы да қызық нелерім бар. Tired деген сөзді балалар ұмытып қалады. Tired деген шаршау. Біз feelingsті өткен кезде, feelings сезімдер, чувстволарды өткен кезде, сол сөзге келгенде I'm tired айтыңыздар десем, ұмытып қалады именно осы сөзге. Мен айтамын, tired деген порошокты білесіздер ма деп. И ана порошокпен ассоциация жасап жүремін да. Просто ол сөзді бір рет рекламадан көреді. Ариэль, и мен сол сөзді ұмытып жатсам, менде порошок деп айтамын, и все, өзі, ой, тайт қой апай деп. Вот сондай сияқты нәрселер да, ол балаларға сөйтіп, сондай, ол ағылшынға дым қатысы жоқ қой, мысалы тайттың. Но бірақ бала есінде тұр. И даже ұмытып жатқан жағдайда ол порошок оның есіне түседі да, и сол сөзді ол есіне түсіріп алады деген сияқты. Ол да методикалардың бірі. Лайфхактармен үйретеміз. Сондай лайфхактармен үйретеміз. Жалпы осындай бизнес болсын, педагогика даже сізде. Соның барлығын отбасыңызбен,
барлығында теңестіру, яғни баланс ұстайсыз ба, қалай жасайсыз? Ол балансты ұстау негізі мен ойлаймын мүмкін емес ол балансты келтіру деген нәрсе. Тырысып бағасыз ғой. Тырысып бағамыз, әрине адам болған соң барлығында үлгергіміз келеді. Дегенмен бір жақ бәрібір басып тұрады. Мысалға бір жақ болғанда, мысалы бір күні сіздің семьяңызға күніңіз бөлінеді, сіз 4 сағатты семьяңызға арнадыңыз, бірақ сол күні жұмысыңызға 1 сағат бөлдіңіз. Бұл жерде уже баланс жоқ, например. Келесі күні сіз 8 сағат жұмыс жасадыңыз, бірақ семьяңызға сіз 2 сағат уақытыңызды бөлдіңіз. Бұл жерде де баланс жоқ, мысалға. Поэтому мен ойлаймын, бұл өмірде балансын бәрін ұстау деген нәрсе жоқ. Міндетті емес, ұстауға тырысамыз, әрине. Бірақ оның ешқандай міндеті жоқ. Алла өмірге келгеннен кейін бізге бәрін көр, ойыңнан өткіз, осы өмірді сүр деп жіберді ғой. Мы вообще тянемся там, где нам хорошо. Бүгін мысалға мен эффективный болып тұрмын, мен бүгін жұмыс жасап тастауым керекпін. 8 сағат болсын, ол 24 сағат кетсін, бірақ осы менің состояниемді мен бүгін жұмыста қолданып қалуым керек. Ал келесі күні мен өзіме күнімді арнағым келіп тұр. И мен салонға баруым керек, значит, мен сондай демалғым келіп тұр ол состояниеда. И мен ол күнімді я могу сол 5 сағат болсын, 6 сағат болсын, сол салонның ішінде жүруге арнағым келеді. Бір күн болады, сен тек күйеуіңмен, жан-жарыңмен ғана өткізгің келетін, ішіңдегі жан сырыңды айтып, басыңда болып жатқан нәрселермен бөлісіп, оның идеяларын тыңдап, ол күні мысалға сен жан-жарыңа күніңді емес, кейбір мен көбінесе күйеуіме айтамын, жылына 4 рет саяхаттайықшы деп айтамын. Ол оған әлі жеткен жоқпыз біз. Неге 4 рет дейді мен күйеуім. Бір рет біз семьямен барлығымыз бірге қыдырамыз. Бір рет біз достарымызбен қыдырып қайтуымыз мүмкін. Ал 2 рет біз екеуміз ғана қыдырамыз деймін. И бұл жерде мен ойлаймын, бұл жерде саяхаттың балансы деп ойлаймын. Өйткені сен жан-жарың, ең жақын адам, который қанмен келмеген, ол сенің жан-жарың. Бала бізді әрдайым жақсы көреді. Өйткені сен оның анасысың, сен оның әкесісің. Сен по-любому бала жақсы көреді, сен қандай болсаң да. Әке-шешең сені жақсы көреді, өйткені сен оның ұрпағысың. Ал жан-жарың ол человек, который тебя выбрал не потому, что сен оның қандасы да емессің, сен оған ешкім емессің, но он выбрал тебя жүрекпен, жүрегімен ол сені таңдады да, и әр қарата, мысалы, ол сені 20 жасында кезіктірді, келесі 100-ге дейін өмір сүрді дейік, 80 жыл бойы сенмен болуды ол таңдап тұр. И ең жақын адамның сол, сондықтан көп уақыт өткізу керекпіз негізі жан-жарымызбен. Жұмысқа көп жағдайда кәсіпкер әйелдердің арасында ажырасу көп болып жатады. Себебі бірге өсу болмай қалады. Әйел мысалға өсіп, оның мышлениесі да өзгереді, оның араласатын ортасы да өзгеріп кетеді да. Ал күйеу егер дамымай қалса, екеуінде дисбаланс болып қалады. Екеуінде общий интерес болмай қалады. Сондықтан күйеумен бірге өсіп отқан, бұл, конечно, ол күшті болар еді деп ойлаймын мен енді. Ол үшін бір-біріне мотивация беріп отыру керек, бір-біріне поддержка жасап отыру, күйзеліс болған жағдайда поддержка жасап, бұл уақытша нәрсе екенін сезіндіріп, бір-бірін қолдап жүру керек деп ойлаймын. Керемет. Менің ойымша осының өзі үлкен балансын сақтауға тырысып бағудың енді мотивациясы деп ойлаймын. Біраз адам осыны ұмытып та кетеді ғой, былайынша, жұмыс дейді, кәсіп дейді, әр нәрсені сылтауымен энергиясын жан-жақты жұмсап кетеді. Жалпы енді сізде неше бөпеңіз бар? 4 бөпем бар. 4 бөпеңіз бар ма? Жақында көп балалы ана статусын алдым. Құтты болсын, құжатыңыз. Рахмет. Әлі алып көрген жоқпын. Енді автобуста тегін жүретін шығармын деп ойлап тұрмын. Ол ше неде тұру керек? Егофта, Каспийде, по-моему. Соқта қарау керек. Әлі қарап үлгерген жоқпын, қолданып үлгерген жоқпын. Оны енді қолданасыз, когда садикке, мектепке өздері сұрайды, құжат сол кезде ғана. Сізде енді кеше 1,5 ай болған соң. 1,5 ай болды. 7 май күні біз қырқынан шықтық. Осы баламның дүниеге келуінен бастап, менің өмірімде ерекше трансформация болып жатыр. Мен бұл баланың несібесі деп қабылдап жатырмын. Ол мені де папасын да өзгертуге келген бала. Прокачать етіп. Прокачать етіп, сөйтіп, өйткені ол 8 айына дейін йогаға барды ғой. Менің ішімде болып, мен 8 айға дейін йоганы қалдырған жоқпын. Менің қазіргі таңда 4 жыл болды йогамен айналысып жатқаныма. Менің тек қана физикалық тұрғыда ғана дамуыма емес, менің рухани дамуыма көмектескен жер, жан тыныштығын табатын жер,
Мен көптеген әйелдерге кеңес берер едім негізі йогаға бару. Және ең керемет жері бұл йоганың таңғы 5:30-да басталады. Ұйқыдан мен 4-те оянамын. 4-тен бастап мен йогаға дайындаламын, суымды ішемін, өзімнің ритуалдарым бар жасайтын азанда. Міндетті түрде ұйқыдан тұра салып су ішу керек. Одан кейін өзімнің дұғаларымды айтамын. Сосын барып жаймын деп киініп йогаға барамын. Йогаға еще ерте барып аламын, 5:30-да басталады негізі. Бірақ мен 5-те барамын да жаяу жүремін. Жердің энергетикасын алу керек. Өзіңнің жердің энергетикасын алып жатқан кезде көп идеялар келеді. Шүкіршілік туындайды. Жерге алғысымды. Мен негізі жерге алғыс айтуымыз керек. Өйткені жер барлық нәрсені көтеріп жүрген нәрсе. Барлық. Ол сенің қандай адам екеніңе қарамайды. Жамансың ба, жақсысың ба, не істеп жатсың, бірақ ол көтеріп жүр. Бәрімізді бірдей деңгейде көтеріп жүр. Негізі барлық нәрсенің жүрегі бар сияқты сезіледі маған. Жердің де өзінің жүрегі бар. Мынау шөптердің де, ағаштардың да барлығының өзінің жүрегі бар. Бірақ солармен біз тілдеспейміз, олардың қадірін түсінбейміз кейбір жағдайда. Оларды біз таптап тастаймыз, оларды біз жұлып атамыз, кесіп атамыз мысалға. Бірақ олардың да жүрегі бар екенін біз түсінсек, білсек, ұғынсақ, өзіңіздің өміріңіз одан да керемет болар деп ойлаймын. Керемет. Ал сізге қай уақыттан бастап осындай ойлар, жерді сезіну деген сияқты, Ол шүкіршілік айту, старты болады ғой? Старты болады, түрткі болады? Ол түрткі болады. Біріншіден мен йогаға рахметімді айтамын. Особенно өзімнің сенсей деп айтамын, мой любимый сенсей ол Гаухар ханым. Гаухар ханымға йогаға келгеннен бастап мен рухани өмірді түсіне бастадым. Рухани өсу деген не екенін түсіне бастадым. Негізі не мақсатта бардың сол кезде? Негізі бар тұғын. Ол әшейін келмейді ғой. Мен йогаға да келуім, мен мақсат қойып барам йогаға деп жоспарлауымның өзіне 1 жыл уақыт кетті. Мен йогаға дейін фитнесқа да бардым, биледім да, зумбаға да бардым. Барлық нәрсені көріп, маған керек нәрсе йога екен деп. Осы жерде мен тоқталдым. Себебі мен 4 жыл болды, и мен өмірімді уже йогасыз елестете алмаймын. Йога арқылы мен медитацияға келдім. Медитация барысында мен көп нәрсені түсіндім. Медитация, может білетін шығарсыздар, көптеген коучтар, Марғұлан Сейсенбаевтың өзі барлығы медитацияға міндетті түрде көңіл бөледі. Даже если мысалы үлкен совещание болып жатса, 15 минутқа тайм алып, ол кісі барып медитация жасап қайтады. Неге ол маңызды деп ойлайтын мен? Одан не алады? Одан сіз күш аласыз, энергия аласыз, сіз басқа состояниеға өтесіз ол барыста. Өзіңізбен өзіңіз боласыз. Сіз және Алла болады ол жерде. И бұл сезімдерді сезінуді мен барша қауымға кеңес берер едім. Ол бірден келетін дүние емес. Ол бірден келмейді. Мен сенетінмін, осындай состоянияны мен сеземін. Быть в потоке деген нәрсе бар негізі. Быть в потоке это не каждому угодно негізі. Ол тек ниеті түзеу, өзін қабылдай алатын, әлемге ашық, адамға пайдалы бола білетін, адамдарға қонатын ғана нәрсе негізі. Бірақ негізі бірінші ниетті түзеу, ниетті дұрыстап бастау керек та адам. Сол кезде Алла бәрін көрсетеді. Менің өзім медитация бастағаныма 1-2 жыл болған шығар, айта аламын. Тек осы жақын арада ғана мен быть в потоке деген нәрсені сезіне алдым. Сонда мен сеніп жүрдім, бірақ оған түсуге 2 жылдай уақыт кетті маған. Оны сезінуге, ол состояниені сезінуге. Өйткені әр медитация сайын сен тазарасың. Сен тазарасың. И сен ең соңында жаңа сезінетін кезде былай түсіндіреді, мен өзімнің түсінігім бойынша біз дүниеге келген кезде біз әппақ парақ болып, біз тап-таза болып келеміз ғой. И біздің тәрбие, окружение, өмір факторлар бәрі біздің бүкіл талантпен, бүкіл керек қажетті нәрсемен туыламыз да, бірақ соның бәрі жабыла береді, жаймендеп жүрегіміз жабыла береді, блокироваться етіледі, жүрек әппақ жүрек қарая бастайды. И медитация барысында жаймендеп ашыла бастайды. Бірақ ол бірден ашылу деген ол нереально. И ол по кусочкам. Бүгін мысалға сізде 70% дейік, мысалы 50% дейік, 50% жүрегіңіз қарайып тұр. Әр медитация сайын 1%-тен сен тазарып атасың. Бірақ ол 1%-тің өзі қандай жұмыс, ол өзіңізбен жұмыс жасау, это колоссально вообще.
1%-тен тазарып отырасыз. Сізге, егер сіз 30% болсаңыз, конечно, сізге азақ уақыт кетеді. Жүрегіңіздің ластанғаны 30% болса, ал егер сіз 80%-ға лас болсаңыз, ол значит сіз 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл өзіңізбен күрес ол. Өзіңізді жеңе білу, өзіңізге дәлелдеу. Керек емес сізге біреумен спорласып, мен мынандай дүние үшін, бір нәрсе үшін емес, өзіңіз үшін, өзіңіздің өміріңіздің качествосы өзгеру үшін осы нәрсе мен айналысу керек деп ойлаймын медитациямен. Медитация сол үшін керек. Оны енді медитацияның потокқа түскен кезде мен ойлаймын, почти біраз процент ашылады жүрегіңіздің. Сол сіз дайын болған кезде, сол сезімдерді сіз сезуге дайын болған кезде, Алла өзі біледі ғой енді. Сіз өзіңіз сезесіз сол моментті. Бірақ сіз ол кезде күтпеген жерде болады да ол. Мен күтіп жүрдім 1,5 жылдай. Қашан әр медитация бағасы, қашан сеземін, қашан сезінуім, қашан келеді бұл нәрсе. Бірақ мен сезінген кезім айтайын, мен мүлде ойламаған кезде сезіндім. Бірақ мен білдім сол состояниенің сондай екен. Өйткені мен уже көп кісілермен ол жайында сөйлесіп, мен өйткені ізденіс барысында мен сұрайтын, қалай, ол қандай сезімде болады? Ол түс емес, ол реальность емес, но ол магия ол. Ол бір чудо да ол ше. Оны сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес ше. Сол сезімді сізге де сезінуді берсін деймін. Йоганы енді қолға алу керек. Міндетті түрде Гаухар ханымға барамыз. Енді жаңа 4 бөпеңізді 4-те тұрам деп отырсыз, 4,5-да тұрам дедіңіз. Енді сол 4 бөпені кешке қарай кім жатқызады? Кім жатқызады болғанда? Бала болғасын ерте бірден бір уақыт ұйықтай қоймайды. Қараңыз, біз сіз прям өте ерекше сұрақтар қойғансыз ше. Прям жауаптарын былай түсіндіру керек, таңдай қылып түбінен түсіндіру керек. Бұрын йогаға бармас бұрын мен энергиям жетпейтін еш нәрсеге. Сабақ барысында мен осылай тыңдап отырып, ол сондай болады. Тыңдап отырып, ұйықтап кетуім мүмкін тұғын. Даже көзімді ашып отырып, мен мысленно ұйықтап кететінмін. Мен қабылдамайды. Қабылдамайды ми. Өйткені сен шаршап тұрсың, сен энергияң жетпейді. Мен шаршап жүргенде өзің түсінбейсің, бірақ вроде бы нормально ұйықтап жүрсің 8 сағат. Бірақ ұйықтаудың да өзінің тәртібі бар екен ғой. Мен сосын зерттеп түсіндім да. Мен соны неге ұйықтап кете беремін, неге мен энергиям жетпейді. Мен ананы істегім келеді, мынаны істегім келеді, бірақ энергиям жетпейді. Күшім жоқ, ұйқыға тарта береді. Потенциал бар екен. Бірақ потенциал бар. Ол потенциал өшіп жатыр. Мен каждый ұйықтаған сайын мен өшіріп жатырмын, ренжіп жатырмын. Бірақ сигнал болып жатыр, Раушан бір нәрсе істе, тап бұның шешімін тап, оян. Мен нутрициологпен жұмыс жасау бастадым. Ол Арман ханым, әлі күнге дейін араласамын. Қазір Экоместо деген керемет дүкені бар. Арман ханым, танитын шығарсыз мүмкін. Өте еті тірі, прям мен өзімнің кейбір качестволарымды ол кісіде көрдім да. Өте мықты маман. Сол кісімен жұмысты бастаймын. Дұрыс тамақтану, витаминдер қандай жетіспейді. Ол кезде көп ақша болды мен үшін. Ол жердің витаминдер арзан емес. Айхербтан алады, Айхербтан босқа тағы да бір компаниялар, біреу емес, ол целый коробкамен келіп маған есімде. Ол анализ тапсырасың, анализдің өзі пәленбай мың ақша болды. Енді мен сол кезде, ол осыдан 5-6 жыл бұрында, сол кезде бір 250 мың теңгеге дейін анализ тапсыруға кетті. Дәрі-дәрмегін алудың өзіне бір 500 мың ақша кетті. Ал ол дәрілерді ішуді айтсаңызшы, ол режимға үйренудің өзі мынандай азанда мынанша дәрі ішесің, түсте мынанша дәрі, кешке мынанша дәрі. Мен до того сумкама салып жүретін ол дәрінің бәрін. Өйткені кейбір кезде сен кафеде тамақтанасың дегенде, сол кезде ол кісі түсіндірді. Не қалай тамақтану керек, не істеу керек, нешеде ұйықтау керек, нешеде ұйқыдан тұрған дұрыс, не жеген дұрыс, не жемеген дұрыс. Енді мен ол кісіге алғысым шексіз. Қазір ол кісі өте білікті мамандардың бірі, және өте адамы көп, аудиториясы да мықты ол кісінің. Себебі ниеті өте түзу, және адамдарға пайдалы болғысы келеді, адамдардың бәрін дені сау болған қалайтын адамдардың бірі. Сол кезден бастап мен жаймендеп негізі режимді жөндеу деген басталды менде. Сол бірінші
сол 5 жыл бұрын басталды. Бірақ мен сонда да сол режимға үйрену маған қиын тұғын. Ол өте қиын жұмыс негізі. Ерте жатып үйрену, балаларды оған үйрету. Және ол қай кезде мен оны идеально жасай бастадым, ол йогаға келген кезде. Себебі йога азында 4-те тұру керекпін. Мен азында 4-те спокойно тұру үшін мен 10-да уже ұйықтап кетуім керекпін. Ал 10-да ұйықтап қалу үшін сен 9-да төсекте болу керексің. Сол режимға жаймендеп келдім. Балалар да сол режимға келді. Сен ол ата-анаға байланысты негізі. Балалардың мысалы балаларда сабақта да неге үлгерімі өте төмен болады? Себебі әке-шешесі жүреді бірге дейін ұйықтамай, жұмыс бар, анау бар, мынау бар, бала-шаға, үйдің тіршілігі, үлгермеген нәрселерімізді жасап жатамыз. Өзімнің басында өтті ғой енді. Түнгі уақытқа дейін жүре береміз. Ата-ана ұйықтамаған соң, это норма екен ғой, осы уақытта дейін жүре беруге болады екен ғой деп бала да жүре береді. 9-дан бастап бізде уже басталады. Балдар, ұйықтаймыз, сабақтарымыз салдық па, расписание биттік па. Сөйтіп, мен анашым өзім екінші анам ғой енді. Ол кісі де кинолар көріп отыра беретін түнгі 1-ге дейін, 2-ге дейін. Ертең енді асығыс жоқ. Енді сондай ғой, енді сөйтіп отыра береміз. Енді ол кісі үйде ғой енді. Сосын ол кісіге де жаймендеп түсіндіре бастадым. Мама, сіз ұйықтамағансаң балдар да жүре береді. Сіз де ұйықтаңыз. Сіз де режим, ол кісіні де йогаға апардым ғой мен. Өзім мамам да йогаға барады, 2 анам да йогаға барады. Менің айналамдағы ортамның көбісі йогаға барады. Сөйтіп бізде үйде сондай режим пайда бола бастады. 9-дан бастап дайындаламыз, 10-да біз ұйықтаймыз. Балалар да азында спокойно сабаққа тұрады, өзім де спокойно тұрам. Бәріне де үлгерге болады. Адамдар ойлап жатады, сен 4-те тұрсаң, сен вообще қалай жұмысқа барасың сен? Мен 9-да уже ұйықтап қалатын шығармын деп. Бірақ на самом деле, егер сіз дұрыс ұйықтасаңыз, 10-да жатып 4-те спокойно тұра аласыз, и сіздің энергияңыз кешкі 10-ға дейін спокойно жетеді. Сіз бәрі еще эффективно жұмыс жасайсыз ғой, качественно жұмыс жасай аласыз. Және де бұл азанда тұрудың тағы да бір септігін тигізген кітап, ол «Магия утра» деген кітабы. Осы кітаптан мен біраз нәрсе алдым, біраз нәрсе ұқтым. Негізі қарап оқып көрсеңіз, кәдімгі қазақта мұсылман дінінде бар нәрселер, Құран, намазға тұру уақыты ғой, негізі былайша қарап тұрсаңыз, азанда дұға тілектердің бәрі қабыл болады деген нәрселер, дәл сол нәрсе айтылады. Бірақ маған именно сол кітапта жазылған нәрсе мен жүрегіме жетті. Әр адамға негізі әртүрлі, біреуге біреудің сөзі өтеді, біреудің сөзі өтпейді деген нәрсе сияқты бар ғой. Біреу сізге 10 жыл бойы айтуы мүмкін. Давай, сен подкаст түсірсей, сен қолыңнан келеді. Сіз тыңдамайсыз бірақ ол адамды, бірақ бір күні сіз өміріңізде влиятельный, сіз ол адамды пір тұтатын, сіз ол кісінің жетістігін көрдіңіз мысалға. И сол кісі сізге айтса, сенде потенциал бар, давай сен істе десе, сіз ерте-ақ бастап кетесіз. Дәл сондай сияқты. Маған бәрі айтып жүрді, мен оны білетінмін, бірақ сол кітапты оқыған кезде менің жүрегіме сол нәрсе келді. Сол кезде мен түсіндім ғой, мынандай нәрсе жасау керекпін мен деп, миға сигнал сол кезде ғана жетті. Ол сигналдың келгенінде. Енді интервьюіміздің соңғы жағына келіп қалдық, иә? Жалпы осындай әйелдерге кәсіп бастаймын, немесе білімімді монетизировать етемін, немесе бір оқу орталығын ашқым келеді, бірдеңе істегім келеді, таңертең ерте тұрғым келеді деген сияқты әйелдерге бір топ 5 кеңес айтсаңыз. Бірінші кеңес, кез келген адам өмірін жақсартқысы келсе, бірінші өзі нені қалайды, соны білу керек деп ойлаймын. Нақты, мақсат. Нақты, маған не керек? Мен бұл өмірге не үшін келдім? Менің миссиям не? Алла тағала сізді кез келген нәрсені қарасаңыз, Алла әшейін-әшейін жаратып тұрған жоқ. Мына салфетканың да өзінің миссиясы бар. Ал сіз адамсыз. Адам болған соң, сіздің өзіңіздің бір миссияңыз бар. Бірінші очередь өзіңіздің миссияңызды табу. Қай жақтан сіз мықтысыз? Сіздің қолыңыздан еш нәрсе келмеу мүмкін емес. Бір нәрсе міндетті түрде сіз басқа адамдарға қарағанда артықтау жасайсыз. Сол нәрсені таба білу. Екіншіден, өзіңіздің границаңызды қою деп ойлаймын мен қазіргі таңда. Граница деген нәрсе, ол сіздің границаңызда өтіп кететін адамдар болып жатады өміріңізде. Сіз қаламасаңыз да сіз соны жасағаныңызды қалайтын адамдар болады. Сіздің жан дүниеңіз ол нәрседен жат болса да, соны қабылдағаныңызды қалайтын адамдар болады. Сол адамдарға өз ойыңызды тік айта алатын болу керексіз деп ойлаймын. Сол адамды өзінің орнына қоя білу. Сол өзіңіз границаларыңызды сақтай біліңіз, өзіңіздің границаңызды қорғаңыз деп айтқым келеді. Өйткені әркімді өткізе беруге болмайды. Бұл кезде сіз өз-өзіңізді жоғалтып аласыз.
әр адамға еріп кетуіңіз мүмкін. Өз өзіңізге мықты болу керексіз, шаршап кетесіз. Үшіншіден, әрине кәсіппен айналысқан дұрыс, өзіңнің бір сүйікті ісің болған дұрыс, бірақ бәрібір өмірде ең керегі ол отбасы. Көп жағдайда мен көріп жатамын, карьера, карьерный рост, личный бренд деп адам дүние қуып кетеді да. И отбасы, вообще үйлену деген нәрсе, тұрмыс құру деген нәрсе ойында да болмай қалады. Оны құндылық санамайды. Оны құндылық санамайды, құндылық өзгеріп кетеді да адамда. Бірақ бәрібірі сенің өміріңде, сенмен бірге қуанышыңды бөлісе алатын адам болу керек жаныңда. Шын қуанышыңды бөлісе алатын. Ол тек қана сенің мама папаң ғана болмау керек, ол сенің қасындағы жарың да болу керек. Сол себепті отбасы құру ол өте маңызды нәрсе дүниедегі. Ең басты құндылықтар. Ең басты құндылықтар сол. Топ 5 жоқ ау менде. Осы топ 3-ті айтсам, осының өзі жеткілікті деп ойлаймын. Керемет. Рахмет көп сізге. Біз енді Раушан ханымға үлкен алғысымызды айтамыз. Раушан ханымны ABC Plus орталығын міндетті түрде барып көріңіздер. Кез келген адамға есігі ашық. Рахмет барлықтарыңызға.